Кезекті тағы да нұсқаны талдайық. 20 ғасырдың 50-60 жылдары Қазақстанда тың игеру басым көпшілігі жүзеге асырылған облыстар Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Павлодар. Негізі тың игеру 6 облыста болған солтүстік Қазақстанда. Мына жерде бізде келіп тұрған нұсқа, дұрыс нұсқасы Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Павлодар. Хақназар ханның билігінде болған жер Жетісудың батысы. Хақназар Қазақстан тарихында ең ұзақ хан. 1538-1580 жылдар хан болған. Хақназардың әкесі Қасым хан. 20 ғасырдың 90 жылдардың басында халықтың тұрмысы нашарлады, себебі азық-түлік бағасы қымбаттады. Орталық Азия Қазақстандағы су құбырлары жүргізілген моншасы бар қаланы анықтаңыз дейді. Тараз, Отырар, Тараз деген қалалар болған. Осылар орта ғасырлық белгілі қалалар болған. Қаңлылардың Шашилақ аймағындағы қалалар мен қоныстарында жақсы дамыған өнеркәсіп, металл өңдеу. Мынау сұрақта былай дейді, қараңыздар. Омбыдан шыққан пароход дейді, Семейге жетті дейді. Ол Ертіс өзені арқылы. Картадан қарасаңыздар да көрсеңіздер болады. Мына Ертістің бойында осы Омбы, Семей қалалары орналасқан. Жоңғар шапқыншылығы кезінде атаңызға айналған батырлар Малайсары, Наурызбай. Қазақстанда кеңес өкіметі 1917 жылы, 1922 жылдар орнады. Соғыдан кейін болған бірінші оқиға дейді. Сауатсыздық жойылсын. Астанада Экспо көрмесін өткізу мәселесі шешілді Парижде. Абай Құнанбаевтың көзқарасына әсер еткен адам Михайлис. 1925 жылы қазақ атауын қалпына келтірілді. 1925 жылға дейін бізді қырғыз деп атап келген. 20 ғасырдың екінші жартысында хром қоспалары зауыты Ақтөбеде Хромтау деген қала бар, Ақтөбенің түбінде. Усинго деген сөз көшпелі мемлекет. Ерте палеолит Мустье кезеңі бойынша 140-40. Аргипейлер солтүстік Қазақстанда қоныстанған. 1128-1213 жылдары Жетісуда өмір сүрген мемлекет Қарақтай, астанасы Баласағұн. Мұхаммед Шайбани қайтыс болғаннан кейін біздің оңтүстіктегі билігіміз нығайды. Біздің негізгі қарсыласымыз Мұхаммед Шайбани болған сыр бойындағы қалалар үшін. Карточкалық жүйе жойылды. Азық-түлік өнімдері дейді 1947. Карточкалық жүйе жойылды 47 жылы. Қос өкімет орнады ақпан төңкерісінен кейін 1917 жыл. Монархия құлады. 1917 жыл ақпан айында ақпан төңкерісі болып, монархия құлап, бізде қос өкімет орнады. Ол уақытша өкімет және кеңес өкіметі. Абылай ханның жырауы Бұхар жырауы. Ал енді тағы бір қайталаймын. Сонымен Қазақстанда тың игеру жүргізілді. Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Павлодар, негізі 6 облыс. Хақназардың билігінде болған жер Жетісудың батысы. Халықтың 90 жылдардың басында тұрмысын нашарлатқан азық-түлік бағасы күрт қымбаттады. Мынау моншалар Отырар, Тараз. Шашилақ қаласында металл өңдеу кен орындары болған қаңлылардың. Омбыдан шыққан пароход Семейге жетті Ертіс өзені арқылы. Жоңғарлармен соғысқан Малайсары, Наурызбай. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін сауатсыздық жойылсын. 1924 жылы сауатсыздық жойылсын жүзеге асқан, себебі халықтың 3% сауатты болған. Экспо Парижде шешілді. Абай Құнанбаевқа әсер еткен Михайлис, поляк, жер аударылған қазақ жеріне. 1925 жыл қазақ АКСРінде қабылданған шешім қазақ атауын қалпына келтіру. Хром қоспалар зауыты Ақтөбеде. Усинго көшпелі мемлекет. Ерте палеолит Мустье кезеңі бойынша 140-40. Аргипей солтүстік Қазақстан. 1128-1213 Жетісуда өмір сүрген Қарақтай. Мұхаммед Шайбани қайтыс болғаннан кейін қазақ хандығында орын алған жағдай бізде оңтүстікте билігіміз нығайды. Карточкалық жүйе жойылды 1947. Қазақстанда қос өкімет орнады ақпан төңкерісінен кейін. Абылай ханның жырауы Бұхар жырау. Оның лақап аты Көмекей әулие. Жақсы, рахмет.